Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Принц және де біз бүгін пассажир деген ойын ойнайтын боламыз достар. Және де алдағы видеода құбыжықтар да болатын болады достар. Сондықтан да видеоны аяғына дейін көріңіздер. Өте қызықты видео, өкінбейсіздер достар. Және де осы видеоны аяғына дейін көріңіздер достар, өкінбейсіздер. Сіздерге 100% гарантия. Так, біз енді жиналатын боламыз. Мына жерде адамдар кірмей тұр екен. 3 адам ба, неше 4 адам ба, жақсы. Достар, қазір ойын басталады. Кішкене күте тұрыңыздар. Басталды достар. Ал кетті достар. Қызықтың бәрі алда. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер достар. Airplane 2 деген ойын. Так, енді біз қараңыздар. Люкс самолет. Люкс прям. Президентский люкс самолет қараңыздар. Біз Бурабайға баратын боламыз. Қазіргі тұрған жеріміз Алматы достар. Так, әркімнің өз орны бар, әркімнің өз жазуы бар, қараңыздар. Менің атымды бөлек бір орынға жазып, сақтап қойған достар, қараңыздар. Достар, короче, біз люкс самолетта отырмыз. Сәлеметсіздер ме? Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар. О, бізге уже пилот келді, пилот Кейли дейді. Уже бізді таныстырып жатыр, қараңыздар. Так, отырысымызды қараңыздар, бір президент секілді отырмыз ғой кәдімгідей. Менің атым Кейли. Я, мен сіздердің осы самолеттағы пилоттарыңызбын. Сіздер түсінгендей, бұл самолет сіздерге ойыншық емес. Ох, керемет бастады әңгімені. Ханымдар мен мырзалар, мен сіздерді президентский авиационда таныстырамын. Я, сіздер дұрыс естідіңіздер. Президентский самолет. Президент сіздерді өзі құттықтап, осындай сіздерге сыйлық жасады. О, керемет. Президентке рахмет. Енді ол қандай президент екен, кім екенін білмей жатырмыз әлі. Біз сіздермен өткен жолғы келеңсіз жайттар үшін кешірім сұраймыз. Сіздер самолетті құтқарып қалған болатынсыздар. Не дейді достар? Жарайды. Біз көп сөйлемей іске көшейік. Мә достар, кәдімгідей не болды вообще? Мен бағана алдыңғы жайт, келеңсіз жайт дейді, бірдеңе дейді, түсінбедім. Өздеріңіздің орындарыңызды, аттарыңыз жазылғанда табыңыздар. Я, қарындасым, барлығын таптық, орындарымызда отырмыз. Бағана айтпақшы достар, бізде өткен жайттар үшін, келеңсіз жайттар үшін кешірім сұраймыз дейді. Ол қандай жайттар, мен түсінбедім ол жағын. Бір кішкене шикілік бар секілді бұл ше. Ей, мұнан қараңыздар достар, ей, мұнау деген қуамы мынау, пилотқа бару керек қой. Кешірім сұраймын дейді. Қараңыздар. Мынан қараңыздар, бізге не болып жатыр? Бұл жерде не болып жатыр? Сіздердің рахмет сіздерге бізбен байланыста болып жатқандарыңызға дейді. Қараңыздар. Қараңыздар, не деп жатыр? Маған мынандай хабар келді. Сіздер агентпен кездесулеріңіз керек. Келесі бөлмеде дейді. Достар, қараңыздар, агентпен кездесулеріңіз керек дейді. Бізге агентті табу керек болып тұр ғой, келесі бөлмеде деді. Ол қандай агент? Қараңыздар, мына жақта 2 адам сөйлесіп жатыр. Қараңыздар, не деп сөйлесіп жатыр екен, тыңдайық. Сәлем Джонни, қалайсың? Бұл жайлы ешкім білмеу керек. Жарайсың, Джонни, істі тыңдар. Ешкім. Қараңыздар, ешкім білмеу керек дейді. Нені білмеуіміз керек? Қазір мынан бар ғой, біз жағынан береміз қазір. Бәріміз жабылып кетейікші достар, Қараңыздар, бірдеңені жасырып тұр ғой бұлар бізден. Біреуді көрдіңдер ма дейді. Бұл президентский самолет болады. Ой, қайталай бермеңдерші, болды. Бір самолеттарың бар екен, мақтанып бір қайталап. Сіздерді құттықтаймын. Біз сіздерге рахмет айтамыз. Және де осы үшін алғысымыз ретінде осындай самолетті подарить еттік. Бағанағы адам қайда? Ауыз ашып отырған, күліп ойнап отыр еді ғой. Осы шетте, ана шетте. Так, енді біз бағанағының артынан жүрейін. Не дейді екен? Мен сіздерге таныстырып берейін дейді. О, қараңыздар достар, кәдімгідей мықты да достар, сулары бар кәдімгідей. Президент сіздермен кездесетін болады. 1-2 минут күте тұрыңыздар. О, мынаны Майкл Джексон, бауырым. Сіздер осы жерде кішкене күте тұруыңыз керек дейді. Бауырым, сен болмаса анайқа барып ойнашы.
менде президент дей бермеші сен. Президенттің жұмысымен айналысатын адамға ұқсамайсың сен. Майкл Джексон. Менде болмаса Optimus Prime деген КамАЗ бар. КамАЗ ба не? Optimus Prime деген трансформер. Соны берейін ба болмаса барып ана комнатаға ойна. Болды. Президент келе жатыр. Президент дайын болып қалды дейді. Сен президент дей бермеш бауырым. Сен болмаса бар ғой. Не циркке бар, не болмаса Optimus Prime мен келесі комнатада ойна. Немесе өзің ойыншықтарың бар шығар. Бір президенттің телеохранителі ұқсап бір қатайып тұруын қараңыздаршы достар. Мені қараңыздар, бұны қараңыздар. Кішкене лоқтанып, кішкене қорқып тұр ғой бізден дірілдеп. Так, достар, мына жақтарында не бар екен? Самолет енді қай жаққа ұшып бара жатырмыз өзі негізі мен вообще түсінбедім. Қараңыздар, бір жаққа ұшып бара жатырмыз. Ұзын екен самолет, қараңыздар достар. Ұзындығы. О, жоқ, мен үшін бұл өкінішті дейді. Қараңыздар. Ой, кешіріңіз. Мына жерде шашып тастаған екен ғой. Суын төгіп алыпты анау. Басы істемейді екен, мына метлоны алып енді сүрту керек секілді бізге. Енді не дегенмен де президенттің самолеті ғой, енді сүрте салайық. Сүртіп көмектесейік енді кішкене. Қараңыздар, бәрі бара жатыр. Стилерін алып, барлығы сүртейін деп жатыр. Сүртіп жатыр уже. Так, бізден төбесін сүрте салайық кішкене. Президенттің самолеті ғой, не дегенмен. Керемет, тап-таза. Рахмет сіздерге дейді. Оқасы жоқ, бауырым. В общем, президент қайда? Бізге көрсет президент енді. Бізде рахмет айтайық президентке. Так, енді келесі есік ашылады. Бұл жерде қызық екен достар. Качествосы енді айта алмадым достар. Качествоны 1080-ге қойып көріңіздер достар. Өте керемет качество. Қалай жасаған түсінбедім. Қараңыздар енді. Люкс комната. Мына жағында есік ашылмаған. Келесі бізден бірдеңе күтіп тұр. Мына қараңыздар, президент отыр, президент. Мынау енді білмеймін мен, кішкене қандай президент бұл, қай елдің президент екенін түсінбедім. Саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Стенаны жасаңдар дейді. Ассалаумағалейкум аға, қалайсыз? Нені күте тұруымыз керек? Мен үшін бұл өкінішті. Кешіріңіздер, бұл маған әдет болып қалыпты дейді. Қараңыздар достар, түсініксіз не әдет болып қалған? Қандай жағдай болмасын, самолетқа қош келдіңіздер дейді. Қош көрдік, бауырым, қош көрдік. Менің атым Рональд. Мен Роблокси деген штаттың президентімін дейді. Көрдіңіздер ма достар, Роблокси деген штаттың президенті екен. Сіздер мені герой ретінде, яғни танисыздар дейді. Біз үшін өте дәмді тамақ пісіру керек. В общем, Рональд, сен бірдеңе сезіп тұрған жоқсың ба? Мына жерде мен кішкене бағана жұмыртқа жеп келіп едім. Енді мына жерге кішкене жел шығаруға бола ма, Рональд? Так, енді мына жерде бізге тамақ дайындайтын екен. Қазір кім дайындайтын білмеймін. Шеф-повар. Сен, Рональд, бірдеңе сезіп тұрған жоқсың ба? Қараңыздар достар, бірдеңе сезіп тұрған жоқсың ба? Кішкене президент бір түрлі емес па? Қараңыздар. Тып-тыз беті қызарып кетті ғой достар. Түн шығып жатыр ғой. Иісіз кішкене мұрынды жарып тұрған секілді қуанып. Қызарып кетті ғой, не деп жатқанын түсініксіз. Қараңыздар. Рональд, сен кішкене қуады екенсің сен. Қараңыздар, бірдеңе деп сөйлеп жатыр. Қызарып кетті ғой, жақсы бұны беріп тұрайық. Рональд, мен кішкене енді кешіріңіз, енді айып етпеңіз, мен кішкене жұмыртқа жеп келіп едім енді. Жел шығаруға болатын шығар енді осы комнатада, Рональд. Қараңыздар, енді көреміз қазір тамақ дайындайтын болады, тамақ алып келеді екен бізге. Көру керек. Кішкене ағылшынша екен мына жерлер, мен кішкене аудара алмай жатырмын. Мен сіздерге ингредиенттерді айтып тұрамын, сіздер дайындайтын боласыздар дейді ғой бізге. Шынды ма достар? Өздеріміз дайындап, өзіміз ішеміз ба тамақты? Егер де сіздер ингредиенттерді ауыстыратын болсаңыздар, басқа адам жалдайтын боламыз дейді. Сіз дайынсыз ба дейді. Жоқ, мен дайын емеспін, бауырым. Мен Рональд тыныш отыра береді екен, қанша президент болса да қараңыздаршы. Мен үстінде столдың үстінде секіріп жүрмін. Бізге сорпа дайындау үшін тұз керек дейді. Енді тұзды маған не айтып жатсың? Мен ештеңе істемеймін, просто қарап тұрады екен достар. Анау кәдімгідей бейшара дайындап жатыр тамақ. Тамақ сорпа үшін банан керек дейді. Банан емес, қазір Рональд, мен мына жерге кішкене қараңыздар, президент болса да қарапайым екен достар. Мен кәдімгідей алдында тұрмын,
кішкене желде шығарып жатырмын, ештеңе демейді, ағам дайын дейді достар. Қараңыздар. Енді достар, видеоны аяғына дейін көрген болсаңыздар рахмет. Келесі видеоны күтіңіздер. Келесі видеода құбыжықтан қашатын боламыз. Осы видеоның жалғасын салатын боламын. Келесі видеоны күтіңіздер. Қош сау болыңыздар. Достар, құтқарыңыздар, лава келе жатыр достар. Қараңыздар, ё-моё, бізді лава